Нового года не будет. Дед Мороз принял ислам. Так, достар, ас бөлмеде видео түсірмегелі көп болды. Соңғы видео жарты жыл бұрын шыққан болатын. Сол себепті соны дұрыстайтын боламыз. Бүгін бізде әйтеуір дегенде кукинг. Кім күтті достар, сразу лайк басыңыздар, арна жазылыңдар. Айтпашы амандасып кетейін. Барлығына сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан қалам. Достар, әйтеуір дегенде бүгін кукинг түсіретін боламыз. Бүгін мен мына қолдарыммен тамақ пісіретін боламын. Бүгінгі видео достар қызықты болмақшы, өйткені мен бүгін бір тағам емес, 3 тағам жасайтын боламын. Бүгін біз дейтін целый новогодний стол жаятын боламыз. Міне достар, осындай керемет атмосферада, жаңа жылдық атмосферада. Достар, айтпақшы, барлығыңызды жаңа жылмен құттықтаймын. Бұл біздің арнамыздағы соңғы видео. Келесі видео келесі жыл шығады. Мен не пісірем деп сіздер сұрап отқан шығарсыздар. Бүгін біз торт пісіретін боламыз, оливье пісіретін боламыз. Оливьені пісірмейді, оливьені жасайды ғой. И фруктовый салат жасайтын боламыз. 3 тағам жаңа жылдық. Білмеймін, мен қолымнан келе ме? Мен ешқашан достар торт жасап көрмеген адаммын. Тортты қалай жасайтынын қазір бірге үйренетін боламыз. YouTube'дағы туториалдарды қарап. Оливье ладно. Оливье мен ойымша оңай деп ойлаймын. Фруктовый салат тоже оңай. Мында ең қиыны бізде торт болып тұр ғой. Так что кім повар, бұл видеодан шығып кетіңдер, отписка, дизлайк басып, өйткені мен ғой пісіріп отқан, так что онша емес шығады қазір. В любом случае, бірақ бәлкім жақсы шығатын бар, қайдан білеміз. Көреміз қазір достар, кеттік. Ал достар, міне біздің керекті ингредиенттер торт жасауға. Мұнда бізде сүт бар, май бар, шоколад бар, какао, жұмыртқа, сметана, қаймақ, ұн, разрыхлитель, сахар и кольца. Но мен қазір торт жасайтын боламыз бүйтіп. В общем, қазір көресіздер. Айтқандай достар, мен тортты алғаш рет жасайын деп жатырмын. Сол себепті мені тыңдап жүрмеңіздер, мынаны қайталап жүрмеңіздер. Бұның барлығы жай ғана эксперимент. Менде осындай контейнер бар, осының ішіне қазір барлығын салатын боламыз. Мен түсінгені бойынша бірінші жұмыртқадан бастайтын боламыз. 2 рандомный жұмыртқа аламыз. Все. 2 жұмыртқаны жарып, мына ішіне саламыз. Қайда жарсам болады? Мына жерге жарамыз да и саламыз. 2-ші жұмыртқа. Қолымызды жуамыз. Енді YouTube'дан видео қараймыз. Сначала взбей яйца с сахаром, затем добавь растительное масло. Видеоның айтуы бойынша маған 100 грамм сахар салу керек. 100 грамм дейтін қанша ложка болады? 5 ложка шығарды, надеюсь. Кеттік ал. 5-еуін саламыз. 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу. Побольше сахара, достар, побольше сахара. Сахарды салдық. Енді бізге май салу керек. 40 мл. 40 мл дейтін қанша екен ол? Алиса, 40 мл это 1 столовая ложка? Нет, 40 мл это 2,7 столовых ложки. Окей. Алисаның Бля, все, болды. Shut up. Алисадан достар көмек бар екен. 1-еу салдық. 3-еу саламыз. Все, болды. 3-еуін салдым мен достар. Енді бізге сүт құю керек. 300 мл дейді. 300 мл дейтін қателеспесем бір горилла сияқты да. В общем, 1,5 салам достар. Достар, 300 мл дейтін қателеспесем 1,5 бокал ма? Кеттік ал. Құйдым ал 1-еуін достар. Екіншісін, жартысын құямыз тек и бұнда құямыз. Енді келесі бізде ұн. Ұнды ашамыз. 280 грамм ұн салу керек. Мен оның қанша екен білмеймін. Алиса, 280 граммов муки. Это сколько столовых ложек? 11 ложек без горки плюс чуть 12. Все, окей. Рада помочь. Осындайдың 11-ін саламыз. 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9, 10. И последний 11. Все, болды достар. Ұнда дайын. Міне осындай жидкосттар шықты. Бізде осыны енді өйстіп айналдырамыз. Құймақ пісіріп атқан сияқтым, как будто. Достар, білмеймін қалай істеп атқанымды. Осының ішіне енді какао саламыз. Қалай пісіріп атырмын әше, 2 столовая ложка какао саламыз. Осындай бір жижа шығып атыр. Білмеймін, дұрыс па, дұрыс емес пе, қазір көреміз. Енді бізге разрыхлитель керек. Атын айта алмаймын. 1 ложка. Ал достар, міне осындай жижа шықты, шоколадный. Иісін ескеп көрек. В принципе, терпимо. Қазір не істейміз де сұрап отқан шығарсыздар наны біз қазір блины сияқты пісіретін боламыз. В общем, торттың кошкілерін жасайтын боламыз. Коржи ма, қалай айтайды соны? Білмеймін, достар, дұрыс шықты ма, дұрыс шыққан жоқ па? Бірінші рет пісіреді, пофиг, нормально.
Сейчас посмотрим, что-то эксперимент қорқуатын достар шыға ма екен. Енді қазір күтетін боламыз. Ал біріншісі достар міне осындай болып шықты. Так, бүйтіп айналдырамыз. Так. Ал 15-20 минуттай өтті. Мен дейтін корыштарды міне дайындап қойған болатынмын. Мынаны көрсетіп не обязательно енді. Кейбіреулер жақсы шықты, кейбіреулер онша емес шықты. В общем, міне осындай бізде корыштар. Енді бүйтеміз достар. Осы тарелканы қоямыз. Мынаны қоямыз. Бір-бірлеп қойып шығамыз. Так, кетті біреуі. Енді достар крем жасайтын боламыз. Крем үшін тоже достар осындай контейнер аламыз. Бізге достар қаймақтар керек болады. Және сахар. 700 грамм қаймақ. Мына ішінде қанша? Мұнда 400 екен. Екеуін салатын болсақ 800. Получается, біреуін бітірмейміз. Ал кеттік, алынан саламыз. Салынды. Целый қаймақты істіп жөйтіп салған бай. Бүтілген ішіне оратқенше. Мына қаймақты достар мен 2 апта жеймін ғой. Мұнда алдымда просто тортқа құя салдым. Екіншісін саламыз сал. 800 грамм. Кішкене қазір қасықпен алайын. Көп керек емес бізге вроде. Енді сахар саламыз. Сахар менде кішкене қалыпты. Осын бәрін салып жүретін шығармын. Бар екен ғой мұнда сахар. Осындай жижаны айналдырамыз. Міне достар, бізде крем дайын. Енді осын салатын боламыз бүйтіп. Үстіне комет ететін боламыз үстіне. Ей, дал. Ей, фу, еба, извращенец. Екіншісін саламыз енді. Так. Оған да дәл сөйтіп комет етеміз. Смело саламыз достар, аямаймыз. Үшіншісін қоямыз. Ал соңғысымен үстіп жабамыз. Енді глазурь жасаймыз. Міне достар, біздің торт пока что осылай тұра берсін. Екінші біздің жасайтын зат. Блин, лас-лас болып отыр. Қараңдаршы достар, не мынау? Иттің тамағы мискісі болады, сол жақ, бірақ пайде таза мынау. Достар, просто жабысып қалған ғой. Ал достар, шоколад. Маған на самом деле жалко болушы еді мындай целый плитканы. Опа, саламыз. Саламыз. Сливочное масло 30 грамм. Қараңдар, ровно 30 грамм алам. Вот міне. Ровно 30 грамм. Оператор, бля, бәрін ұстай бермешін. Ұстап болдың ғой бәрін. Извращенецін. Достар, біздің глазурь дайын тұр. Міне шоколадты ерттік. Енді қазір осы глазурьді аламыз да тортымыздың үстіне аямай құятын боламыз. Достар, мен қолымнан шынымен де келіп атқан сияқты торт жасау. Қараңыздаршы. Енді бұны аламыз да фриджқа салатын боламыз. Фридж дейтін холодильник. Бауырым, көрсетпесен. Так, холодильникке саламыз. Әзірше торт 2 сағат холодильникте тұрғанда біз қазір оливье мен фруктовый салат жасайтын боламыз. Кеттік. Достар, келесі тағамдарға кеттік. Көріп отырғандарыңыздай столда жаңа ингредиенттер, жаңа заттар пайда болды. Бізде стол жақта достар фрукттар, банан, алма, киви, йогурт и әрине мандариндер. Оператор мәсен зарплатын. Бұл ингредиенттермен біз фруктовый салат жасайтын боламыз, бұл ингредиенттермен біз, өздеріңіз түсініп отқан шығарсыздар, мұнда уже калориниялар майонез, горошек, колбаса, картоп, сәбіз, жұмыртқа, тұздалған қиярлар. Бұл ингредиенттермен біз оливье жасайтын боламыз, мына жақта біз фруктовый салат жасайтын боламыз. Давайте достар, сол жақтан бастайық. Бірінші әрине біз қазір фруктовый салат жасайтын боламыз. Бананнан бастайық. Шешеміз бананды. Так, бананды кожурасын аламыз. Просто так алып, бананды үстіп салатқа қолдана салған. Тоже обидно екен. 3 банан, достар. Осындай контейнер аламыз. Білмеймін, осының ішіне жететін шығар деген ойдамын. И просто фрукттерді аламыз да кубик қылдырып кесеміз. Еба, кайф қона дауысы. Банандар, достар, реально нифиговый ғой. Кім ұнатады, достар? Мен ойымша бананды барлығы ұнатады сияқты. Біреу жазса комментарийға. Вот мен банан ұнатпаймын деп. Сразу бан берем. Мен ұнатпаймын бананды. Сен и так бандасың ғой. Бля, жемеші. Бля, оператор, достар, бізде оператор ашқарақ. Слишком көп болып кеткен сияқты, достар, банан наңғарандар почти мискін жартысы банан болып кетті. Алма кесем сенді. Опа. Алманы кесу, достар, енді прям ыңғайлы деп айта алмаймын. Негізі, достар, кубик қылып кесу керек қой, бірақ мен шыдам жетпей жатыр кубик қылдырып кесуге. Былай просто кесіп жатырмын. Кішкентай болса болды, самое главное. Екінші алма. Екінші алманы кесіп жатыр қал. Міне, достар, мынаның ішінде банан да бар, алма да бар. Енді мандариндер салатын боламыз. Жаңа жылда акциясы өсетін продукт қой. Ал, достар, міне мандариндерді бүйтіп алып жатырмын. Білмеймін, достар, мына мандариндер бір түрлі сияқты, бүйтіп ортасынан бөлемде сала беремін онда. Біреуін бүйтіп сразу салып жүрсем қойып жатыр. Бүйтіп сразу.
Бүйтіп орай беремін мен, достар, кеспеймін даже. И так кішкентай просто да, мыналар. Оны кесетін болсам вообще мелкий болып қалады. Өзіміз қой, достар, өзіміз қой, ресторан қарасап отқан жоқпын. Достар, қараңыздар, мандарин, алма, банан салынды. Келесі бізде киви. Қателеспесем, кивиді осымен ашпаймын, да? Так, кивиді сыртын ашамыз, достар, осылай. Осы фрукттардың арасында ең қымбаты осы киви шығар. Ал кивиді кесем сал. Барс, терс, 3 киви жетіп қалады шығар енді. Опа, кивиді все кесіп болдық. Так, саламыз, достар, кивиді де, білмеймін, аз болған шығар киви, бірақ ладно, бір киви қосып жіберейін. Все, достар, соңғы киви саламыз. Достар, міне осындай фруктовый салат шықты. Білем, кішкентай қылдырып турау керек еді барлығын. Но бірақ бізге мейлі, достар, біз өзіміз үшін пісіріп жатырық. Так что так, йогурттарды саламыз енді. Нежный йогурт, прям кайфовый. Аламыз да просто бетіне өйстіп коммент етеміз. Бля! Оператор, тамақты не істей бермеш, зорлай бермеш. Пожалуйста. Так, екіншісін саламыз, достар. Мен қараңыздаршы, достар, шынымен де кайфовый шығып жатыр. Я уверен, достар, сіздер жегілерін кетіп тұрған шығар. Особенно мынаны коммент еткеннен кейін. Соңғы йогурт. И сонымен, достар, бізде фрукт. Басқа цветпен, но еще. Басқа цветпен, но бізге пофиг. Короче, өзің бәрін бүйтіп бұлғайсың. Бәрін бүйтіп бұлғайсың. Бәрін айналдырасың. Шығарасың астында аларды. Так, достар, салам сал. Міне, достар. Міне. Қалай, достар, темама? Мен түрім түсіршіш. Мұна оператор мен реакциямды түсірген жоқ жеген. өтірік істеп отыр, ойнатып отыр камераға. Қайдағы ойнатып отыр, жиқып қара ойнатып отқан жоқпын. Мұны реально, достар, 10-нан 10. 10-нан 10. Ну, біз осы жерге қоямыз пока что. Достар, фруктовый салат дайын болды. Енді оливье жасайтын уақыт келді. Оливье үшін, достар, өздеріңізді білесіздер, не керек екен? Картошканы қазанға саламыз. Так, и әрине, достар, морковь. Картошка мен морковь, жұмыртқаны бөлек пісіреміз. Анша су құю керек. Су құямыз. Енді сәбіз бен картошканы просто қайнатамыз. Крышканы аламыз, жабамыз. И жұмыртқамен де дәл солай. 3 жұмыртқа и просто қайнатамыз. Жабамыз. Жұмыртқа, сәбіз, картошка барлығы суға пісіп жатыр. Енді біз дейтін қазір мына колбасын кесетін боламыз. Сразу ортасынан кессем бола ма екен? Халал колбаса, если что, достар, бүйтіп сыртын аламыз. Мына жартысы жетіп қалады жалпы. Өстіп кесеміз. Өстіп, именно колбасаны кескен ком. Базар жоқ, на колбаса какой-то твердый ма. 4 етіп тураймыз. 4 етіп кесесіздерде просто исп сала бересіздер. Екінші кусокты кесіп атым, достар, міне осындай болып шығып атыр, қараңыздар. Идеальный 4 шығып атыр, қараңыздаршы, просто идеальный. Оливьені, достар, сіздер ұнататын шығарсыздар, да? Меніңше көпшілік ұнататын сияқты оливьені. Жаңа жылдық тағамдардың біреуіне кіреді ғой. Мен өзім прям фанатымын деп айта алмаймын оливьенің. Бұрын кішкентай кезімде вообще ұнатпайтынмын негізі. Кейін өсе келе ұнай бастады. Все, достар, бітірдік. Так, бізде колбаса кесілді. Қазір қиярды кесетін боламыз. Банканы ашамыз. Қолым су, достар. Атақ күшім бар, қазір көрсетем. Қазір қолым сүртіп айын, достар. Қазір көрсетем сіздерге. Жоқ, оны бүйтіп ашады негіз, достар. Бә, гений, достар. Біреуін енді, достар, сразу жеу керек меніңше. Кайф қону. Тұздатылған қияр дейтін имба о. Бір штуктан аламыз та кесе береміз. Ал, достар, картошка мен сәбіз дайын болған сияқты. Қазір бұларды выливать етеміз. Достар, картошкалеріміздің барлығын тазалап қойдық. Міне бізде сәбізде бар, жұмыртқада бар. Енді осыларды турап қазір осының ішіне қосатын боламыз. Жұмыртқадан бастаймыз. Опа. 4 қылдырып кеспейміз, сразу айтамын, достар. Мейлі. Просто бүйтіп ұрай береміз, короче. Осылай ұрай береміз. Все, жұмыртқаларды кестік. Енді өстіп салатын боламыз. Все, жұмыртқалар кетті. Сәбізді кеземіз. Идеально жұмсақ, қараңыздаршы, прям түсіп қалайын деп тұр ғой. Езіліп кетейін деп тұр ғой. Оливье точно, достар, дәмді шығатын сияқты. Вообще барлығы дәмді шығып жатыр. Фруктовый салат дәмді шықты, оливье де дәмді шығайын деп тұрған сияқты. Бірақ тортты әлі білмеймін, достар. Қазір тортты көретін боламыз. Мен білмеймін, достар. Сіздер білесіздер, сіздер видеоны аттап, алдан мен реакциямды көре аласыздар. А мен қазір real life білмеймін реакциям қандай екен. Сіздер болашақты көре аласыздар, достар. Мен болашақты көре алмаймын. Сіздер видеоны айналдырып жүре аласыздар. А мен айналдыра алмаймын. Сәбіз дейтін көп болып кетті, достар. Давайте бітек, мен сәбізді ондай қатты ұнатпаймын. Жартысын алайықшы тек. Жартысын білмеймін. Айшерге береміз. Айшер, мә. Ка.
Картошканы кесеміз енді. Иттің тамағын Алишке береміз, достар. Бля, ана картошка әше езіліп қалды, достар. Бірақ казалось, как будто твердый сияқты үстінен басқанда. Алиш барлық тамақ, Алишке тамақ бермейді деп жазып отқан шығарсыздар комментарияға. Я шынымен де Алишер всегда мен қалған тамағымды жейді деп. Мен бірде жеймін ғой, соның қалдығын всегда Алиш жейді. Бля, идеально кесіп отқан жоқпын, достар, но іші не болып кетті, іші езіліп жатыр картошка. Картошкамен заруинился. Короче, достар, бір картошкамен бір сәбіз артық сияқты походу, өйткені мынау уже миска толып қалды. Самый ең лафасы, достар, дым жасап керек емес. Просто ашасыз да, ішіне салып жібересің. Енді горошкты саламыз. Дәрс, ең лафасы осы шығар. Біреу жарайды екен, достар, екіншісі тоже запасқа кетті. Енді, достар, қасықпен просто бәрін смешивать етеміз. Ал енді майонез саламыз, достар. Біздің оливье дайын болды. Мынаны қараңыздаршы, достар. Оператор жақындап түсірші осы жерді, осы кульминационный моментті жақыннан түсіру керек қой. Сразу айтамын, достар, мен майонездің жалпы фанат емеспін. Майонез ешқашан жемеймін. Но енді оливьеге по-любому майонезсіз енді никак, так что майонез саламыз осылай. Жарит шығар да осы? Вроде жарит сияқты. Енді просто аламыз да былғаймыз. Достар, міне почти оливьеміз дайын болды. Тағы да бүйтіп айналдырып шығу керек. Но в принципе уже дайын болды, достар. Міне қараңыздар. Мынау дейтін, достар, үлкен отбасыға жетеді ғой. Неге біз өзімізге пісірдік осыншама порция, білмеймін. Мына қараңыздар, оливье, достар, но всем хватит на подписчиктердің бәріне жетеді. Так, давайте енді көрейік дәмін. Кульминационный момент. Оператор обязательно түсіре алмай реакциямды. Алдындағыдай емес. Но дейтін, достар, мощнейший бомно. Ал, достар, тортымызды шығарып жатыр холодильниктен. Торттың түрі осындай. 2 сағат өтті, достар, ойлап қараңыздаршы. 2 сағат өтті, торттың түрі осындай. Тортты босатамыз. И міне! Еба потолок, ну. Блин, кім ұстады, Алиш, сен ба? Не мұны? Енді бұны аламыз. Осындай инструмент аламыз. Мына қалған кремдерді просто үстіп жанына жапып тастайды сияқты, вроде қателеспесем. Просто жандарына жапып шығады, аямай жағамыз. Мына бүкіл кремнің бәрін жеткізу керек соған. Достар, торттың түрін қараңдаршы, қалай, жақсы ма? Әдемі сияқты да торттың түрі. Шоколадный торт, как мы все любим. Ал, достар, әйтеуір дегенде біздің жаңа жылдық стол дайын болды. Міне, достар, торт та дайын, фруктовый салат, оливье. В общем, барлығы дайын ғой, короче. Что там, тортты кесеміз бе? Торттың дәмін көрген жоқпыз. Оливьенің дәмін көрдік, фруктовый салаттың дәмін көрдік. Енді қазір тортты қазір кесетін боламыз. Погнали. Так, хоп, біреу келген сияқты, да? Опа! Ассалаумалейкум, брат. Сен прям таймингқа келдің ғой, брат. Подожди. Не постанова, петличка тұр мына жерде. Ну, не, оливье ма? Иә. Так, достар, тортты кесіп жатыр. Короче, достар, біздің оценка жасайтын адам қазір. Ну, плюс еще оператор оценка жасайды қазір. Шешіне берейін, е? Шешіне бер, брат. Сен не, Северный полюстан келдің ба? Иә, досым, мен Африкадан, Антарктидадан келдім. Короче, идеально кесілді. Тортты қараңыздаршы, прям четко кесілді. Короче, достар, 2 тортик сразу. Мен как раз дым жемедім. Да, достар, өз пісірген тортым. Өмірімде бірінші рет торт пісірдім. Так что... Ну, 7-тен 10. Ладно, 7-тен 10, я. Чуть-чуть, бірден жетіспей тұр что-то. Ал, достар, первый откус. Откус. Короче, но 10-нан 10, но 10-нан 10, но 7-тен 10. Все поверили, да? Жо, досым, бұл әдемі негізі. Жақсы шыққан. Просто шынымен кішкене бір сақшы еспейді сияқты. Или нормально, по идее, жоқ? Нормально. Говно емес, достар, точно. 7-тен 10 бірақ, нормально, пойдет. Қаймақтың дәмі шығады, е? Қаймақ салдың ба енді? Да? Қаймақ па дәмі? Да. Сен мына оливьені жеп көрсеші. О, давай. Оливьені жеп көреміз, достар. Мынау оливье емес, мынау. Мынау, бля, отандық өнім ғой, мынау. От душисынан ғой, мынау. Нанивье ғой мынау. Ауызына сүйса дейші. Мынау енді чәні, да? Мынау енді от душисынан, да? Как моя бабушка приготовила. Тема ма? Маған неше балл бересің? Жоқ, маған неше балл бердің сен тортқа? А, тортқа ма? Жоқ, тортқа емес, честно. 9-10. Честно. 9-10. Оливье, бә, нихуя, әдемі, 10-10. Натали, көп болды мынаны оливье жемегелі. Ладно, но 9-10, достар. Мында чуть-чуть бірнелі. Мынаны можно и получше сделать, если персик бірден қоссаң. Так, енді фруктовый салат. Явно мықты йогурт бар, да? Йогурт, иә. Йогуртпен саласың ғой, по-любому. И әрине, достар, кола. О, осы дәмі сияқты. Жоқ, но салат енді тоже. Жақсы, 8-де, жоқ, 9-10 тоже. 9-10, но 9-10 тоже. Но 10-10. А 10-10. Мынау 9-10. Точно 9-10 ба? Мне кажется, 9-10 емес сияқты, но. 9-10 деп айта аламын. Рахмет онда. Оқашық. Давайте. Оператор.
Оператор тебе должен, да? Пробуй. Менің атым Алишер. Короче, фруктовый салат жедім. Киви кішкене қаттырақ, поэтому... Иә, ортасын... Негіз, по идее, ортасын алмай-ақ қоюға да болады, бірақ білмеймін неге екенін қатты. Поэтому 9 келсем мұнда. Оливье 10-да 10. Шикарно просто. Что-то с чем? Не, 9, потому что я люблю майонез. Майонез тағы да болғанда 10 болады. қосуға да болады ғой. Просто мында Бірақ, иә, негіз дәмі мелкий емесіне бір жаман. Ауызға алу қиын да? Иә, ауызға алу қиындау кішкене. Бірақ мелкий қылып кесуге мен еріндім, реально айтамын. Мына кусокты қараңдаршы, ба. Мутант Огромный. мынау. Мутант қой мынау. Огромный кусок. Тортты көрейік ал. 90-60-90. Түсінді. В целом сен торт ұнатпайсың ғой вообще? Торт ұнамайды маған негізі. Шаймен ішің. Жоқ, мынау бірақ тортқа ұқсамайды. Вот это тортқа ұқсамайды, как будто бы просто блинға нутелла жағып салған сияқты. Мынау, ладно, 8. Ал достар, видео өз мәресіне жетті. Енді келесі жыл көрсететін боламыз. Иә, осы жылғы соңғы видео. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын достар. Жақсы етіп тұрып тойлап отқан шығарсыздар деген ойдамын. Отбасыларыңызбен, достарыңызбен, білмеймін, жақын достарыңызбен, жақын адамдармен тойлап отқан шығарсыздар деген ойдамын. Немесе армияда. Жоқ достар, не болса да жақсылық, бақыт сол үшін алып қойыңдар деп. Айтпақшы достар, бүгін біздің каналда стрим болады. Кешке қарай жаңа жылды стримде өткізетін боламын. Так что стримға кіріңіздер ютубта. Барлығыңызды ютубта күтетін боламын стримда. Жақсы достар, онда келесі видеода көрісеміз. Сау болыңыздар.